Сәлем достар, бүгін бесік жабдықтың біз көрпешесін жасайтын боламыз. Міне осындай видеода көрсетілгендей көрпеше матрас деп айтсақ та болады. Алдыңғы видеода біз жастықтарын жасадық. Ең алдымен өлшемін алып аламыз. Оған бізге бірінші бесіктің ені керек. Енін өлшеп аламыз және де ұзындығын. Осы ұзындығы мен еніне әрқайсына тігіс үшін 1 және 1,5 сантиметрден, мақтамен толтырғанымыз үшін 4-5 сантиметрден қосамыз. Матамызды қиып алғаннан кейін бесікке жатқыза отырып төсейміз де негізгі тесік орналасқан жерді сызып аламыз. Белгілеп дәл видеода көрсетілгендей. Және де оны қиямыз. Қиып болған соң бір-біріне теріс қаратып аламыз да үш жағын тігеміз. Міне видеода көрсетілген жерлерін тігіп аламыз, бекітіп. Ал мына бөлігін тікпейміз. Тігіп болғаннан кейін оң айналдырамыз да. Косой бейка дейді. Осындай лента екі жағы қайырылып бүктелген. Осыны ала отырып, ең басқы ұшын бір-біріне қайырып аламыз да біздің тесігімізді қаттап шығамыз, екі жақтан әдемілеп. Оларды инемен бекітіп отырамыз әрқайсысын. Соңына келген кезде үшбұрышта отыра қиямыз, қиып қылып, және де оны қайырамыз екіге, астына қарай. Солай біз ең ұшын бекітеміз. Инемен бекіте отырып, үстінен тігіп шығамыз. Артық маталарды қиып тастаймыз, көрініп тұрған. Барлығын бірақ тексеріп алып, машинамен тігеміз. Инелерді ақырын ала отырып, тігіп шығамыз. Шетінен тігеміз. Міне бізде дайын болды матрасымыз, яғни көрпешеміз. Ашық бөлігі жағынан біз енді бұрыштарын дұрыстап аламыз да мақтаны сала бастаймыз. Мақтаны салу үшін біз алдымен бөліктерге бөліп алып, шағын бөліктермен сала бастаймыз, үлпілдете отыра. Мақталардың түйіліп қалмауы маңызды, өйткені оларды мамықтату кейін қиын болып кетеді. Дәл видеода көрсетілгендей жасаймыз. Мақталарымызды толтырып болғаннан кейін тағы да бір тексеріп аламыз, қараймыз, қай жерде мақта жетіспейді, қай жерде көбірек болған, соның бәрін дұрыстаймыз және де инемен тесіп әр жерден үлпілдетіп шығамыз. Болғаннан кейін ашық бөлігін бір-біріне қайыра отырып, инелермен бекітіп аламыз да, міне видеодағыдай машинамен тігіп шығамыз. Инелерді ақырын ала отыра. Пайда болған матрасымыз, яғни көрпешемізді артық ұсақ-түйек жіптерден, қалдықтардан тазалаймыз. Жақсылап тұрып. Міне бізде осындай әдемі мамық көрпешеміз пайда болды. Енді келесі видеода тізе жастықтарын түсіріп көрсететін боламын. Сіздермен болған Айсұлу.